Келесі екі заң жобасы бір-бірімен байланысты, сондықтан олар бойынша ортақ баяндама жасап, қаулыларға жеке-жеке дауыс беруді ұсынамын. Қарсылық жоқ қой? Онда аква өсіру туралы негізгі заң жобасы және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аква өсіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ілеспе заң жобасы жөнінде бүгін бірінші оқылымда қарайтын боламыз. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушы Бердалин Аманғали Бейсенбайұлына беріледі. Құрметті Ерлан Жаханұлы, құрметті депутаттар. Үкіметтің 2023 жылға арналған заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес аква өсіру туралы Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне аква өсіру мәселесі өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заңдарына жобалар әзірленді. Заң жобасының мақсаты жаңа өндірістерді құру және жұмыс істеп тұрғандарды кеңейту, сондай-ақ бәсекеге қабілетті аква өсіру объектілерін өсіру көлемін ұлғайту және олардың қоршаған ортаға және адам өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы аква өсіруді тұрақты дамыту болып табылады. Негізгі міндеттер мыналар болып табылады. Бірінші, инвестициялық ахуалды жетілдіру және аква өсіру объектілері менен олардың өңделген өнімдердің экспорттық әлеуетін дамыту. Екінші, инновациялық және индустриалдық технологиялар мен процестердің тиімді енгізілуін қолдау. Үшінші, аква өсіру объектілерінің мемлекеттік қолдау. Заң жобасы шеңберінде аква өсіру субъектілерінің құқықтары мен міндеттері, балық шаруашылығы жүргізу жағдайлары, ғылыми зерттеу және балық шаруашылығы айдындарын мен жер учаскелерін беру және пайдалану көзделген. Бұдан басқа мемлекеттік қолдау шараларының, сондай-ақ аква өсірудің дамытуға әсер ететін құқықтық, экономикалық, экологиялық, қаржылық факторлардың тиімділігін талдау мақсатында аква өсірудің даму жағдайы бағалау қарастырылған. Бағалау бюджет қаражаты есебінен жүргізілетін болады, ал оның нәтижелері мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын әзірлеу кезінде ескерілетін болады. Цифрландыру мақсатында мониторингті ақпараттық жүйесін енгізу жоспарлануда. Ол деректер мен мемлекеттерді жинауды және қалыптастыруды, бизнес субъекттердің тізілімін жүргізуді және аква өсіру объектілерінің қадағалауын жүзеге асырады. Бұдан басқа заң жобасында су айдындарын конкурстық негізде және конкурс рәсімдерін өткізбей беру тәртібі көзделген. Су айдындарын аукциондық сауда-саттық тәсілмен электрондық портал арқылы конкурс негізде жүргізу ұсынылады. Бұл ретте тор қоршамада балық өсіру шаруашылықтарын құру жөніндегі инвестициялық жобалар үшін егер инвестиция сомасы кемінде 150 айлық есептік көрсеткіш болса, халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын конкурс өткізбей беру ұсынылады. Бүгінге бұл шамамен 550 миллион теңге құрайды. Инвесторлар үшін негізгі шарттар бизнес жоспардың болуы және қаржының болуын растау, ал міндеттемелері өндірістік қуаттарды салу, өсімін көлемін ұлғайту. Осыны сонымен қатар мемлекеттік қолдаудың қосымша шаралары енгізілуде. Бұл субсидиялау, жеңілдетілген кредит беру және ғылыми сүйемелдеу. Сондай-ақ балық өсіру үшін су беру жөніндегі қызметтерінің құнын субсидиялаудың жаңа түрі көзделеді. Субсидиялау агроөнеркәсіптік кешенде субсидиялаудың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жүргізілетін болады. Мемлекеттік қолдау шараларының тиімділігінің мақсаты бизнес субъекттерінің қарсы міндеттемелерін енгізу жоспарлануда. Сонымен қатар мемлекеттің жаңа өндірістерді құруға және жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге ықпал ету үшін бюджеттік қаражат есебінен бизнесті ақпараттық талдамалық және ғылыми әдістемелік қолдау арқылы инвестициялық жобаларды ғылыми сүйемелдеу енгізілуде. Бұл балық өсірушілердің құзыретін арттыруға, ғылыми негізделген ұсынымды әзірлеуге, биотехнологиялық процестерді құруға және өндіріске инновациялық технологияларды енгізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы бақылаудың бір бөлігі болып табылатын аква өсіру саласында мемлекеттік бақылау енгізілуде. Мақсаты аква өсіру өнімдерінің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта қорғау үшін технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ішінде су жануарларының өзге текті түрлерінің енуіне жол бермеу. Бақылауды кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне барып және бармай тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асыру жоспарлануда. Бұл ретте жергілікті атқарушы органдар бөлімшелеріне қатысты мерзімді
жоспардан тыс тексерулер және қашықтан бақылау нысанында мемлекеттік бақылаудың енгізу көзделген. Сондай-ақ аква өсіру мәселесі бойынша ілеспе заң жобасы әзірленді. Оның шеңберінде 4 заңнамалық актіге өзгерістер енгізу көзделіп отыр. Негізгі өзгерістер жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңға аралас мәселелері бойынша заң жобасын сәйкес келтіру және қайталанатын нормаларды алып тастау бөлігіндегі түзетулермен байланысты. Құрметті Ерлан Жаханұлы, жалпы заңның қабылдауы саланың инвестициялар үшін тартымдылығын арттыруға, балық өнімдерін өндіру менен экспорттаулардың өсімін қамтамасыз етуге, жаңа жұмыс орындарын құруға және халықтың балықты тұтынуын арттыруға мүмкіндік береді. Баяндама аяқталды. Назарларыңа рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Депутат Нәжмеддинұлы Болатбек. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Менің сұрағым министрлікке. Как уполномоченный орган планирует развивать аквакультуру в условиях нерешенной проблемы браконьерства, учитывая наличие высокого уровня государственного контроля? Это природоохранная прокуратура, это специализированные службы, которые могут это ограничить. То есть, имея большой ресурс государственного контроля, мы не можем контролировать браконьерство. А как мы можем, имея такую проблему, развивать аквакультуру? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Мы в первую очередь считаем, что надо развивать информационную систему. Для этого нам необходимо будет мониторинг и анализ аквакультуры вести. С этой целью как раз в системе информационной будут реестры всех субъектов аквакультуры, которые занимаются. Здесь же и обязательно будет прослеживаемость продукции аквакультуры. В свою очередь мы и дальше будем развивать в целом цифровизацию этой отрасли. Она, считаем, и не даст для развития коррупции. Одним из методов контроля будет. Для этой цели в этот законопроект республиканским бюджетом поддержан на создание такой информационной системы на 2025, 26-27 год 120 миллионов тенге. При этом я считаю, что эта система будет интегрирована с другими информационными системами государственных органов, таких как КИДЕН, таких как государственный портал электронного правительства, ветеринарные службы ИАСУ, системы субсидирования ЕГИС и так далее. Депутат Сайыров Ерлан Бияхметұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға. Заң жобасында жаңа өндірістік объектілер салуға инвестор 550 миллион теңге берсе, және сол өндірісті жаңғыртуға 370 миллион салса, онда сол инвесторларға балық шаруашылығы айдынын, яғни көлдерді конкурс өткізбей тегін беру қарастырылған. Енді сол көлдерді конкурссыз тегін беру ол сыбайластыққа алып келмей ме? Ертең сол жерде конкурс өткізгендердің көкөсі, мөкөсі, құдасы жүрмей ме? Және осы инвестиция, мысалы үшін 550 миллион теңге қандай есептерге сүйеніп есептелген? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Су айдындарды конкурсыз беру, ол бұл салаға инвестиция тартымдылығын арттыру болып есептеледі. Бұған біздер осы тұрған уақытта резервте өзіміздің тұрған әдейі айдындар бар. Ол ірі және терең су аймақтары, ол айтайық Каспий теңізінде, Бұқтырма су қоймасында осындай шаруашылықпен айналысуға болады. Бұл жерде біздер негізгі беретін осы конкурсты тыс болатын болғасын, бұны инвестициялық комиссия бекітетін болады бұл жерлерде. Ол инвестициялық комиссияның құрамына уәкілетті органдар, жергілікті атқарушы биліктердің, жаңағы біздің бассейн инспекцияның өкілдері, Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатаның уәкілдері бар. Сондықтан бұл жерде және салалық өзіміздің кәсіпорындар бар. Сондықтан біз жерде шешімді бір адам қабылдамайды. Осы тәуекелдікті азайтады деген өзіміздің ойымыз бар. Екінші сұрағыңызға бөлігіне байланысты,
біздер бұл жаңағы соманың бір шекті мөлшерін алған уақытта неге 550 миллион теңге деген сұраққа келетін болсақ, ол бүгінгі таңда біздерде тәжірибемізге сәйкес 20-дан астам осы біздерде торлы шаруашылықпенен балық өсіру шаруашылығымен айналысатын біздерде кәсіпорындар бар. Соның ол ірі мынау Шығыс Қазақстан облысында, Алматы облысында, Түркістан облысында да солардың біздер қорытындысына келіп отырып, осы қазіргі сома 500 миллион сом ақша осы бәсекеге қабілетті осындай кәсіпорындарды құруға мүмкіндік береді деген тұжырымдамаға келдік. Депутат Сұңқар Ислам Еркінұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым да баяндамашыға. Құрметті Аманғали Бейсенбайұлы. Мына заң жобасының 25 бабының 5 тармағында аква шаруашылық субъектісі егер өзіне қойылған қарсы міндеттемелерді орындамаған жағдайда, онда ол субсидиялау шеңберінде алған қаражатты қайтаруы тиіс. Бірақ та бұл заңда қайтару тетігі мен мерзімдері көрсетілмеген. Осыған байланысты сұрақ, қайтару мерзімдері мен тетіктері қандай болады, және де ол қандай құжатта өз көрінісін табады? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Негізгі егерде бекітілген мойнына алған қарсы міндеттемелерді орындалмаған жағдайда, онда субсидия қайтарылады. Ол міндетті түрде, себебі осы міндеттемелерді негізгі әкімдіктер өздері бақылауға, мониторинг жасауға жүктелген. Мысалы, сол субъект 2 жылдың ішінде, мысалы, мониторингті әкімдік жүргізген уақытта ол міндеттемелерін орындамаған болатын болса, бір ай әуелі хабарлама береді, бір айдың ішінде сол субсидиялар, алған субсидияларды қайтару жөнінде. Егер де ол қайтармаған жағдайда, онда соттың жаңа тәртібіменен қаралатын бұл мәселе негізі болады. Жалпы біздер осы міндеттемелерді, осы жаңа айтып отқан субсидияны қалай тәртібін беру тәртібі барлығы өзіміздің сол субсидия беру ережесінде қаралатын болады. Депутат Сағындықова Ажар Бақытқызы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мой вопрос адресован докладчику. Рассматриваемым законопроектом предусмотрено, что формирование государственной политики в области аквакультуры осуществляется на основе оценки состояния развития аквакультуры, которая проводится с привлечением субъекта, определяемого в рамках государственных закупок, и на это планируется потратить 220 миллиардов бюджетных средств. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас в стране такие квалифицированные эксперты с соответствующими знаниями и опытом в этой сфере, которые дадут именно качественную оценку? Спасибо за вопрос. Вообще оценка развития аквакультуры, она просто необходима для того, чтобы мы провели анализ эффективности государственного регулирования и мер государственной поддержки. Она будет осуществляться 1 раз в 3 года. При этом на сегодняшний день у нас имеются такие организации, которые аккредитованы научно-техническим, соответствующей деятельности их аккредитована. И они имеют компетентных профильных специалистов, экспертов. И наиболее крупным из них является научно-производственный центр по рыбному хозяйству, который имеет 6 филиалов в регионах. Депутат Берденов Руслан Арыспекұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым сыртқы істер министрлігінің өкіліне арналады. Балық саласының даму перспективалары, потенциалы бар. Бүгінгі таңда инвестициялық қызметті мемлекеттік қолдау, тамақ, жеңіл өнеркәсіп, туризм және қонақ үй салаларында инвесторлар үшін бір терезе қағидат бойынша жұмыс жасауда. Осыған байланысты неге балық өнеркәсібін осы басым деп айқындап, бір терезе қағидатымен инвесторлерді тартпасқа? Сыртқы істер министрі. Құрметті Руслан Арыспекұлы, енді бір терезе бізде көзделген, егер заявкалар түссе, оны әрине бір терезе арқылы біз өткіземіз. Бірақ қазіргі таңда инвестициялар осы салаға, аквакультура саласына әлі жетпей жатыр. Сол себепті тиісті өзгерістер, қазіргі енгізетін өзгерістер, олар инвест контракттарды жасау үшін оң әсерін тигізу
тигізу керек. Мысалы, былтыр инвест контракт бойынша тек қана бір жоба болды осы салада, ол Маңғыстау облысында осетровый балықты дамыту үшін. Қазіргі таңда бізде жалпы ауыл шаруашылығының үлесі жалпы ішкі өнімде 5%-тен аспай жатыр. Осы өзгерістер оған тиісті үлесін қосады деп есептейміз. Рахмет. Депутат Башимов Марат Советұлы. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович. Мой вопрос адресован представителю Министерства национальной экономики. В ходе работы над законопроектом депутатами внесена важная поправка в части разграничения государственного контроля животного мира от аквакультуры. Во-первых, разные ведомства, Министерство экологии и Министерство сельского хозяйства. Во-вторых, разные сферы аквакультуры, воспроизводства и охраны животного мира. Скажите, пожалуйста, какова ваша позиция и не возникает ли правовых коллизий между контролирующими органами? Рахмет. Представитель Министерства национальной экономики, пожалуйста, ответьте на вопрос. В целом мы согласны с вашей позицией. Мы думаем, что здесь требуется четкое разграничение между Министерствами экологии и сельского хозяйства в части государственного контроля в сфере аквакультуры, и мы готовы на уровне правительства данный вопрос проработать. Депутат Баққожаев Ана Сахатұлы. Көп рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Мен сұрағым баяндамашыға, мына біздің ауыл партиясының бір мәселе мазалайды. Осыдан 2 жыл бұрын мына балық комитеті бағдарлама қабылдарының алдында ФАО-ға тапсырыс берген. Біздің қандай позициямыз дамытуымыз керек деген сұрақ қойған. Сол кезде ФАО-ның айтуы бойынша біз мына Каспийский лосось, қазақша айтқан кезде Каспийдің арқан балығы және аралдағы арал бекересін қайта қалпына келтіріп, олар қызыл кітапта жақсы білесіз. Соны қайта келтіріп, соны экспорттық позицияға айналдыру керек деген бір ұсыныс берген. Енді ол кезде экология министрлігінде енді комитет сіздерге көшті. Міне осы қызыл кітапта тұрған балықтарды қайта қалпына келтіру бойынша жоспарларыңыз қандай, және бұл қабылданып жатқан заң оған қалай әсер ете алады? Сұрағыңызға рахмет. Негізі бұл мәселелерді біздер өзіміздің 4 тиісті ірі питомниктеріміз бар, сол арқылы жүзеге асырып жатырмыз. Аралда бар өзіміздің ірі питомнигіміз, неде Атырау облысында, Атырау қаласында бар ірі питомниктер. Сондықтан осы мәселелермен біздер жүйелі түрде өзіміз айналысып жатырмыз. Негізгі мәселе қазір мынау заң шеңберінде осы инвесторлерді тартатын болатын болсақ, осы анау шығып жатқан өзіміздің жаңағы шабақтарымызды осы инвестор ертең ірі питомниктің негізгі мақсаты сол шабақтар шығарып оны әрмен қарай молайту үшін сату ғой. Сол арқылы мына инвесторлерге сол шабақтарды сатып әрмен қарай өсіру, дамыту деген мәселе көздеріп отырмыз. Негізгі нақты осы секторге біздің Ақтау облысындағы 4 қазір инвесторымыз бар. Олар осы тұрғанда өздерінің проектный сметный документациясын жасап жатыр. Тиісті жаңа өздерінің нелері берілді, өздерінің жаңа аймақтары, су аймақтары. Сондықтан осы мәселелер бізде бақылауда тұр. Депутат Серіков Таңсауле Ғабдыманапұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. У меня вопрос к докладчику. Согласно пункту 5 статьи 5 проекта закона, сохранность генетического разнообразия водных биологических ресурсов обеспечивается путем недопущения интродукции чужеродных или генетических модифицированных видов. В связи с этим у меня несколько вопросов. Кем и каким образом обеспечивается сохранность водных биологических ресурсов, в том числе контроль над генетически модифицированными видами? Можете описать схему контроля завоза в страну импортных рыбопособочных материалов и их ежегодный объем? Есть ли лабораторные исследования завозимого материала у нас в стране? Спасибо за вопрос. Мы, конечно, это вопрос контролируем, потому что ежегодный специальный мониторинг ведется научным производственным центром рыбного хозяйства
Комитета рыбно-водного хозяйства. Ежегодно мы для этой цели и как раз устанавливаем лимит. А для того, чтобы давать лимиты, мы обязательно сначала проводим исследования и видим все разнообразие, как она сохраняется, или как она растет, или уменьшается. Мы это контролируем. Вопрос, значит, контроля поступающей извне продукции. У нас есть обязательные лабораторные исследования, которые мы проводим при ввозе импортных материалов, рыбных материалов. Поэтому мы ее исследуем. Для этого в Комитете ветеринарного контроля выделяется 550 миллионов тенге для того, чтобы мы провели мониторинг и исследование этой продукции. Поэтому мы, если при этом мы мониторим, знаем, что какая болезнь в какой, значит, стране идет, и для этого ежедневно есть у нас специальный сайт, который мы смотрим, если у соседей появляются какие-то болезни, мы ставим ограничения и усиливаем лабораторный контроль. Депутат Ергешбаев Мурат Нәлғожаұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға. Бизнес жол картасы аясында балық шаруашылықтарына электр желісін тарту қарастырылған. Ал бірақ сол бизнес жол картасында басқа жобалары қарастырылмаған. Соны енгізуге болмас па еді? Мысалыға жол мәселесін, су мәселесі, газ мәселесі дегендей, сосын жаңа ГТС дейді ғой, жаңа гидротехникалық нысандарды салып беруге мысалыға. Сол жағында да қарастырса. Екінші мәселе, мен әріптесім Саев Мырзаның несіне де мен қосылам. 500 миллион теңге негізінде өте үлкен қомақты инвестиция тартқанда конкурссыз жерді беру деген. Бұл жерде енді тек қана мүмкіндік, жаңа біздің олигархтарымыздың, байларымыз ғана мүмкіндік береді. Орта бизнесті дамытуға ешқандай ықпал жоқ бұл жерде деп айтам. Ойыңызды айтсаңыз, рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Негізгі инвестициялық проекттер жасаған уақытта инфраструктураны тарту үшін ол жергілікті атқарушы органдар біздің солар айналысады, солар арқылы жүретін дүние бұл. Екінші мәселеге келетін болсақ, біздерде бұл инвестициялық проекттер жөнінде тек қана осы жерлерді беру емес, біздерде айтып отқанымыз жаңағы су айдындарын. Жалпы мұндай біздерде конкурстар ұйымдастырылады, сондықтан басқа адамдар сол конкурс арқылы қатысып, тегін алуға мүмкіндігі бар олардың. Депутат Жайымбетов Мархабат Жайымбетұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым ауыл шаруашылық министрі и су министрлігінің өкілдеріне. Бірінші сұрақ, мынау мен депутат сауалы жолдаған болатын, солтүстік Арал теңізіне байланысты. Бір деңгейлі, екі деңгейлі нұсқасына байланысты. Министрді айтқан сараптамадан шыққаннан кейін жауап береміз, қоғамдық тыңдау жасаймыз, елмен ақылдасамыз деп. Ал енді кеше келіп отыр, Қанат Бозымбаевтың қолымен екі деңгейлі нұсқасы қабылданды деп. Бұл не деген сұрақ? Значит, мен балықшылардың жан айқайын жеткізген болатын. Бір деңгейлі теңіз болса, мысалы, бірінші вице-министрдің берген мына жерде мәліметіне байланысты, солтүстік Арал теңізінде 60 миллиард су жиналады. Ал екі деңгейлі теңіз болса, бар болғаны 30 миллиард су жиналады. Балықты өсіру мәселесі. 20 мың тонна балық ауланады екен, бір деңгейлі болса. А екі деңгейлі болса 14 мың тонна. Осы цифрлардың өздері айтып отыр, бір деңгейлі теңіздің жаңағы өте тиімді екен. Ал енді заңның жобасында негізгі мақсат осы балық өсіруді ғылыми қамтамасыз ету, балық өнімдерін арттыру, және экспортты арттыру ғой. Үш мәселе, үш мақсат көзделіп отыр. Осыған байланысты мен су министрлігінің жауабын онша түсінбей отырмын. Соған жауап берсе, сараптамадан өтпей жатып, неге отыр? Екінші сұрақ. Біз шілде тамыз айында солтүстік Арал теңізінде болдық, балық болған жоқ. 9 завод бар, 24 цех бар. Бәрінде балық болған жоқ. Ғылыми зерттеу институты бар бізде. Сіздердің нұсқама беріп отыр. Қай уақытта балықты аулау керек, қай уақытта балықты аулаудың қажеті жоқ. Неге осы нұсқаманы орындалмайды? Сол мәселе ауыл шаруашылық министрлігіне. Сосын браконьерлікке байланысты мәселе бар.
Депутат Жайымбетовтың микрофонын қосыңыз. Аяқтаңыз енді, сұрағыңызды беріңіз. Мысалы, браконьерлерді ұстайды, 8 ай, 9 ай бойы сот процесі өтеді. Ол шіріп кетеді ол балық. А неге сол балықты бірден жаңағыдай сатып жібермеске, сосын барып шығынды сол браконьерлерден ұстамасқа? Ондаған 20 тонна жаңағы фурамен ұсталады солар. Сол үлкен процесті, соны шешу керек деген 1 жыл бұрын мен ұсыныс айтқам, әлі сол мәселе шешілмей жатыр. Рахмет. Ауыл шаруашылығы министрі, әуелі министрлігінің жауабын күтіп алайық, содан кейін су министрлігі. Сұрағыңызға рахмет. Негізгі екінші сұраққа байланысты ол енді сот материалы болмайтын болса, ішкі істер министрлігі іске қозғағаннан кейін өздерінің тәртібі бойынша вещественное доказательство дейтін басқа вещдоктегі есебінде ұстайтын шығар. Олардың құзыретіндегі дүние, сондықтан біз оны әлі солармен бірге талқылап көрейік бұл мәселелеріңізді. Екінші жаңа айтып отырсыздар, біздер негізгі обоснованиені институт береді, бірақ биылғы жылы біздер көріп отырмыз. Мысалы, Каспийден де бермен қарай жайыққа келіп балықтың өтуі, оның естественно воспроизводствосы азайып бара жатыр. Соған байланысты оның бірнеше факторлары бар. Соған байланысты балықтың азаю факторлары бар. Оны біздер өзіміз координационный советте қарап, қазір 14-ші осы қарашада тапсырма нақты бердік. Енді бассейн инспекцияларымен сол жаңа научно-исследовательский институттардың өзіміздің центріміз оны жіктеп қарайтын болады. Негізі естественный процесс бар азаюдың балықтың. Су ресурстары және ирригация вице-министр осында. Бірінші сұраққа жауап беріңіз. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, мынау солтүстік аралды қалпына келтіру екінші кезеңі бойынша қазір таңға техникалық экономикалық негіздемесі әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Ол техникалық экономикалық негіздемеден негізгі екі шешім бар. Оның ішінде бұл жаңағы екі деңгейлік бөгет салу, немесе жаңағы көкарал бөгетін ұлғайту. Қазір таңға мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған жоқ. Осы жылдың аяғына дейін алуды біз жоспарлап отырық. Негізінен қазірге ол жаңа екі шешімнен әлі шешім қабылданған жоқ. Нақтысы біз мынау жаңа сараптаманың оң қорытындысын алған соң, осы жылдың аяғына дейін Қызылорда облысына барып қоғамдық тыңдауды біз жасауды қазір жоспарлап отырық. Одан бөлек осы желтоқсан айында мынау су кеңесінің отырысында осы мәселені арнайы талқылап, сол жерде нақты шешімдер қабылданады. Қазір таңға Кіші Аралдың деңгейі 2022 жылы 18 миллиард текше метрді құраған болса, бүгін күнге оның көлемі 22 миллиард текше метрді құрап отыр. Негізінен жоспар 28 жылға қарай бұның көлемін, судың көлемін 27 миллиард текше метрге дейін жеткізу. Ары қарай жаңағыдай екінші кезең құрылысы жүргізілетін болса, жаңа айтқанда екі деңгейлік жаңағы бөгетте 35 миллиардқа текше метрге дейін ұлғаятын болады. Сондықтан әлі нақты қанша деңгейлік болатын әлі нақты шешім қабылданған жоқ. Бұл жаңағы қоғамдық тыңдау нәтижесімен және мынау су кеңесінде қабылданған шешіммен нақты шешім қабылданатын болады. Рахмет. Депутат Сабильянов Нұртай Салихұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мен сұрағым баяндамашыға. Мына қаралып отырған заң жобасында су айдындарын конкурссыз беру туралы мәселе бар. Және оны айттыңыз. Бірақ конкурссыз су айдындарын беру жемқорлыққа алып келіп соғуы мүмкін. Инвестициялық комиссия құрамыз дейсіздер. Қанша жерден комиссия құрылса да, айналып келгенде конкурссыз, ашықсыз өткен мәселе ол кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан да мен бірінші сұрағым, осы конкурссыз берілетін су айдындарының тізімі бар ма? Өйткені неге айтып отырмын? Өйткені бұл мәселені мен бір кісідей білемін. Мына Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысынан да қарайтын Зайсан көлі бар. Сол көлдің жағалауында Тоғыл, Байтоғас,
Ақсуат деген Шығыс Қазақстан облыстарының ауылдары осы балықпен айналысады. Кезінде олардың жұмыстарын тартып алған. Әзер дегенде мәселе шешілген. Қазір бір қалыпты жұмыс істеп жатыр. Екінші Абай облысында Тастай деген ауыл бар. Балықпен айналысатын. Олар да инвестиция салып, тіршілігін жасап жатыр. Осылардың ертең басқа біреу келіп осыларды конкурссыз келіп тартып алмай ма? Осыған әкеп соқпай ма? Осы жағын қайта қарау керек секілді. Сұрағыңызға рахмет. Негізі енді әлі заң қабылданған жоқ, бұл заң талқылаудың үстінде. Сондықтан біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Мынау жемқорлыққа тәуекелдігі аздау, себебі біз жаңағы тек қана бір адам қабылдап жатқан жоқ шешімді. Негізгі шешімді қабылдайтын жаңа комиссия деп жатырмыз. Енді резервте тұрған, біздердің пайдаланбай тұрған, осы тұрғанда көлдеріміздің тізімі бар. Оны біз әлсін өзіміздің жергілікті өзіміздің конкурс арқылы жүргізіп жатырмыз. Оған түсіп алып жатқандар бар. Бірақ біз сол бос тұрған резервтегі айдындарды ұсынысымыз келіп отыр. Әзірше тізім жасалған жоқпыз. Жауап алдыңыз ба, Нұртай Салиқұлы? Депутат Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің де сұрағым баяндамашыға, құрметті Аманғали Бейсенбайұлы. Жалпы заң жобасындағы кадрлық даярлау туралы сұрақ қойғым кеп тұр. Заң жобасының 4-ші бабында кадрлармен қамтамасыз ету бұл заңның негізгі міндеті деп қарастырылған. Бірақ әрі қарай түсе бастасақ, 8-ші бабында уәкілетті органның құзыреті мен жергілікті атқарушы билік органның құзыретінде кадрды даярлауға байланысты ешқандай құзыреттілік бермеген. Өзіңіз білесіз, былтырғы жылы үкімет еңбек нарығын реттеу туралы концепцияны бекітті. Сол жерде кез келген кадрлық даярлау сұрақтары ол салалық министрліктің нақты міндеті деп қарастырылған. Осы жерде екі сұрақ болып тұр. Бірінші сұрақ, кадрлық сұранысты зерделеу және кадрдың қажеттілігіне байланысты сараптама жүргізуге байланысты уәкілетті органға құзыреттіліктерге байланысты жаңа түзетулер енгізетін болсақ қолдайсыздар ма? Екінші мәселе, жоғары оқу орындарындағы білім беру бағдарламаларын дамыту, сонымен қатар лабораториялардағы материалдық техникалық базаны күшейту және оқу практикаларын ұйымдастыруға байланысты жалпы сіздің министрлікке осындай құзыреттіліктер беретін болсақ, осыны қолдайсыздар ма? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет, Жұлдыз Досбергенқызы. Біздер негізгі өзіміздің нанотыста 4 институтымыз бар, солармен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Соның ішінде оларға осы мамандарды дайындау үшін біздер өзімізде қолда бар лабораторияларға ең соңғы қазір алып жатқан, өздеріңіз білесіздер, үкімет 3,8 миллиард сом ақша беріп, лабораторияны оборудованияларды күшейтіп жатырмыз қазір мировой стандартқа келтіруге, аккредитациялау үшін. Соған байланысты олар біздерде келіп, өзіміздің институттағы мамандарымыз келіп, сол тәжірибелер алып жатыр сондай жерлерде. Сондықтан, егерде ондай мүмкіндік осы заңда қарастыратын болса, біз оны дайынбыз министрлік әрмен қарай жүзеге асыруға. Депутат Тумашинов Ұлықбек Шабданұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға. Біз Шығыс Қазақстандағы Зайсан көлі, Бұқтырма су қоймасында, Ертіс көлі, Марқакөл көлінде қазір үлкен бір проблема туып тұр, құрметті баяндамашы. Оның себебін айтайын. Кезінде Қызыл кітапқа кірген бір баклан деген құс бар болатын. Ол құс өз бізге шеттен келген. Сол құс қазір миллиондап өсіп кетті. Оны балықтың және жіберген шабақтарды, бізде құрышымда жақсы, өздеріңіз білесіздер, шабақ өсіретін мекеме бар. Солардың қанша миллиондап жүрген шабағын сол жаз бойы солар жеп қояды. Сондықтан балықтың тапшылығы туып жатыр. Міне осы жерде қандай шаралар қолданып жатсыздар? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді бұл қызыл кітапқа енген құс болғаннан кейін біз оның шарасын алу үшін негізгі біз бұл проблеманы білеміз. Бұл проблеманы қалай шешу керек екен, сол тиісті, осы мен айналысып жатқан шаруашылықтармен, ассоциациялармен талқылаудамыз қазіргі мәселені шешуге. Бұл проблема бар екенін білеміз. Құрметті депутаттар, сонымен сұрақтарымыз аяқталды. Аманғали Бейсенбайұлы, сізге рахмет. Орныңызға отырыңыз. Қосымша баяндама жасау үшін сөз экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі депутат Пономарев Сергей Михайловичке беріледі. Рахмет. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер,
Амангали Бисимбаевич Бердалин представил доклад по законопроекту. И вот как руководитель рабочей группы хочу отметить, что рассматриваемый проект закона направлен на создание правовых механизмов, регулирующих отношения в области развития аквакультуры, а также условий инвестиционной привлекательности для субъектов малого и среднего бизнеса. Аквакультура играет важнейшую роль для экономики страны, вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности, обеспечивает население рабочими местами, а также снимает антропогенную нагрузку с естественных водоемов в результате их чрезмерной эксплуатации. В своем послании народу Казахстана в 2020 году президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания. Проблема назрела. В 2023 году мы вырастили и добыли всего лишь 64 тысячи тонн рыбы. А к 2030 году по плану развития отрасли мы должны добывать 270 тысяч тонн рыбы. Вы чувствуете разницу? И несмотря на принимаемые правительством меры, на сегодняшний день имеется множество вопросов в отрасли, и одна из них – недостаточное урегулирование правоотношений в области аквакультуры. Рассматриваемые законопроекты позволят. Первое. Повысить внутреннее потребление населением рыбы. Сегодня казахстанцы едят меньше 4 килограммов рыбы в год, а в России и в Китае потребляется 23 и 43 килограмма на человека соответственно. При этом ВОЗ рекомендует потреблять не меньше 16 килограммов рыбной продукции в год на одного человека. Второе. Нарастить импортозамещение за счет освоения морского рыболовства и развития товарного рыбоводства. Вот в прошлом году в нашу страну импортировано свыше 50 тысяч тонн рыбной продукции на сумму 172 миллиона долларов. Это океанические и морские виды рыб. Мы знаем, это скумбрия, сельдь, килька и вот тот самый лосось, что появляется на нашем дастархане только в дни больших праздников. Третье, дали такой продукции. Идет он в основном Германия, Нидерланды, Россия, Китай. И он очень конкурентоспособен. Вообще наша рыбная продукция высоко конкурентоспособная на мировом рынке. В ходе работы над законопроектом депутаты были внесены поправки, направленные на увеличение сроков закрепления рыбохозяйственных водоемов и их участков для ведения озерно-товарного и садкового хозяйства от 10 до 49 лет, а было 5 и, соответственно, 25. Второе. Определение предельного максимального количества рыбохозяйственных водоемов, предоставляемых для осуществления озерно-товарного и садкового хозяйства. Третье. Ограничение для лиц, включенных в реестр недобросовестных субъектов аквакультуры в подаче заявок на закрепление рыбохозяйственных водоемов в течение 5 лет. И еще что очень важно, это четвертое, предоставление безвозмездного доступа к созданной информационной системе. На сегодняшний день по законопроектам проведены презентация и круглый стол. В рабочую группу поступило 300 поправок, которые рассмотрены на 15 заседаниях рабочей группы. В этой связи прошу коллег одобрить представленные законопроекты в первом чтении. Спасибо, Сергей Михайлович. Әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшеміз. Сөз депутат Зейнуллин Аян Талғатұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер. Хочу отметить, что за счет своей уникальной природы наша страна имеет существенный потенциал для развития рыбного хозяйства. У нас достаточно мощный рыбохозяйственный фонд, в состав которого входит порядка 3000 озер. На сегодняшний день за 1416 субъектами рыбного хозяйства закреплено 2052 рыбохозяйственных водоемов и их участков. В данной сфере занято более 12 тысяч человек. Все эти показатели говорят о том, что работа по решению системных вопросов развития рыбного хозяйства продолжается, но на законодательном уровне необходимо поддержать отечественных производителей рыбной продукции. Принимая во внимание основополагающую роль рыбохозяйственного комплекса в решении продовольственной проблемы, государство должно обеспечить приоритетные условия для его стабильного развития. Необходима новая, социально ориентированная государственная политика в области ее развития, в том числе посредством поддержки, разработки и внедрения научных достижений. Проект закона об аквакультуре станет базовым законодательным актом, регулирующим деятельность в области аквакультуры и позволит поддержать отечественных производителей рыбной продукции. Учитывая вышеизложенное, предлагаю поддержать рассматриваемые законопроекты. Рахмет. Сөз депутат Жайымбетов, Мархабат Жайымбетұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Мен заң жобасын қолдаймын. Дегенмен заңның негізгі мақсаты сол балықты
көбейту, экспортқа шығару мәселесі болғаннан кейін, жаңағы су министрлігінің, әсіресе ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдерінің жауаптары қанағаттандырмағаннан кейін, енді тағы да сөйлеуге рұқсат етіңіз. Енді кезінде Көкарал бөгет салған кезде су аз болады деп 42 метр балық жүйесімен салынған биіктікте. Онан кейін 16 жылдың ішінде 48 миллиард су Ұлы теңізге кетіп қалды, үлкен теңізге. Мыңдаған тонна балық қырылып қалды. Өйткені 42 метр кетіп кеткеннен кейін қалғанның бәрі, судың бәрі Ұлы теңізге кетеді, бәрі бұланып кетеді. 48 миллиард екі арал теңіздің суы кетіп қалды уже. Мыңдаған тонна қырылып қалды. Ал енді соны болдырмас үшін екі деңгейлі жаңағы теңізді қойма, бір деңгейлі 50 метр көтерейік. Көкарал бөгетін дамбысын. Сол кезде 60 миллиард су жиналады деп отырмыз. 20 мың тонна балық ауланады деп отырмыз. Это үлкен үлес қой. 270 мың тонна болашақта ауланады деген балықтың үлесі. Неге мына су министрлігіне қарсы болып отқанын түсінбеймін. Тем более Бозымбаевтың қолымен хат келгеннен кейін шешім қабылданып қойды дегеннен кейін бұл кісілер қабылданған жоқ дейді. Мен кімге сендер біз білмей отырмыз. Браконьерлікке байланысты бір жыл бұрын айтқанмын мен. Шешейікті мыңдаған тонна балық ұрланып жатыр, ол шіріп жатыр. Тездетіп балыққа берейік халыққа, сосын барып жаңағы өз шеріпті өздеріңіз есептеп, айту өндіре ала беріңіздер деп. Бюджеттен 200 мың әр процеске 200-300 мың теңге қаржы бөлінеді. Әр процеске, сот процесіне 7-8 ай бойы жүреді. Сондықтан да осы мәселелерді ескерсе, осы су министрліктің, ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері, заң жобасын қолдаймын, рахмет. Бұл мәселені сол өңірдің депутаттары бірінші рет көтеріп отырған жоқ, сондықтан осында үкіметке, әсіресе мына министрлікке назар аударуларыңызды сұраймын осы мәселе бойынша. Жеке үкіметте отырыс өткізесіздер ме, жиналыс өткізесіздер ме, бірақ шынында да қисынды әңгіме айтып отыр деп мен есептеймін депутат. Депутат Саурықов Ерболат Байұзақұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Бүгінгі таңда талқыланып отырған заң жобасы елімізде балық және басқа да жасанды суда өсетін өнімдерді өндіру мәселесі бойынша өте көкейтесті. Елімізде бүгінгі күнде 3 мыңнан астам табиғи және жасанды көлдер бар. Соңғы жылдарда елімізде балықты тұтыну, теңіз өнімдерін тұтыну мәселесі жылдан жылға қарқынды артып келе жатыр. Бұған байланысты мемлекеттің тарапынан қолдаулар да жеткілікті. Бірақ осы заң жобасында мен екі мәселеге ерекше көңіл аударғым келіп отыр, өйткені ол өзі шешімін таппай отыр. Біріншісі, жаңа ғана Нұртай Салихұлы айтып кетті, мынау көлдерді инвесторларға конкурссыз беру туралы дегенде. Негізі заң жобасынан мен байқағаным, егер көлде халықаралық болмаса республикалық статусы бар болатын болса, оған 500 миллион теңге қаржы инвестор құятын табылса, онда ол көлдер инвесторға конкурссыз беріледі делінген. Осы жерде менің бір келіспейтінім, жалпы тек қана республикалық халықаралық статусы бар көлдер емес, жалпы облыстық маңызы бар үлкен көлдер де бар. Егер оларға да шын мәнінде инвесторлар келетін болса, ақша салуға, неге сол көлдерді бермеске? Мен ойымша ол көлдерді инвесторларға беру қажет. Бірақ ол жаңағы резервте тұрған, болмаса балық иесінен қайтарылып алған көлдер болатын болса, осыларды беруге болады деп мен есептеймін. Екінші үлкен мәселе, 2021-2030 жылдарға арналған балық дамытуға байланысты үлкен бағдарлама бар. Осы бағдарламаның аясында жылына 270 мың тонна тауарлы балық өсіру үшін 2,5 миллиард дана шабақ өсіруіміз қажет. Ал бүгінгі күнде біздің шабақ өсірушілеріміз елімізде 30-35 миллион дана шабақ өсіреді. Осындай көлеммен біз аквакультураны қалай жеткіземіз? Және мынау соңғы жылдары осы өсірілген шабақтарды көлдерге жіберу мәселесінде де шынайылық жоқ. Министрлік екінші оқылымға дейін осы мәселені талқылап ұсыныс берсе деген сұранысым бар. Рахмет. Сөз депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлына беріледі.
Рахмет, Ерлан Жаханула. Ну, коллеги, общественно хотел бы обратиться, что это не просто законопроект, это в будущем, если все вот эти вот замечания будут учтены, наших коллег и так далее, это будет один из самых сильных законопроектов. Почему? Потому что в нашей истории такого законопроекта с такими сильными механизмами еще не было. Поэтому хочу обратиться к общественности, что именно мы здесь в этом законопроекте заложили. Первое, это мы выстраиваем вертикаль государственного контроля в сфере аквакультуры. Второе. Мы вводим научные обоснования закрепления рыбоводных водоемов. Третье. Мы вводим сильную систему субсидирования субъектов аквакультуры. Четвертое. Мы внедряем структурированную систему предоставления водоемов для цели ведения аквакультуры. Это уже структурой по несколько. Пятое. Мы внедряем квалификационные требования к инвестору. То есть наличие у него денег, у инвестора, его желание вложить деньги в аквакультуру уже недостаточный фактор. То есть он должен, инвестор, соответствовать требованиям, квалификационным требованиям, согласно этого закона. Шестое. Мы внедряем ограничения по отчуждению объектов аквакультуры. Исключаем возможность спекуляции, махинации под видом ведения аквакультуры. Это важный момент. Седьмое. Мы внедряем элементы стимулирования субъектов аквакультуры. От субсидирования льготного кредитования до предоставления субъектам аквакультуры налогового режима, специального налогового режима. Но есть, конечно же, и проблемы, которые мы не решили. Какие проблемы? Конечно, хотел бы, чтобы мы, рабочая группа и правительство совместно решили эти вопросы. Первое. В этом законопроекте мы должны проработать внедрение реестра недобросовестных субъектов аквакультуры. То есть желающих воспользоваться этим законом, обойти закон будет очень много. Второе. В рамках этого законопроекта мы должны проработать регулирование целевого назначения земельных участков. Большинство субъектов аквакультуры имеют целевое назначение для ведения крестьянского хозяйства. И мы должны позволить субъектам аквакультуры не менять целевое назначение земельных участков и использовать свои земли под аквакультуру за исключением орошаемых сельхозугодий. Третье. Мы должны проработать систему хеджирования рисков и страхования субъектов аквакультуры. То есть любая сфера, она должна соответствовать цивилизованному порядку, как на Западе. Четвертое. Есть, конечно же, коррупционные риски. Мен жана әріптесім Нұртас Салихұлының сөзіне толығымен келсем, бұл мәселе өзекті, сыбайластық, жемқорлық. Сондықтан да субсидияны беру кезінде, субсидияны алып қою кезінде, көлді бекіткен кезде, балық шаруашылығын тексеру барысында, конкурс кезінде, инвестициялық жобаны қарау барысында сыбайластық, жемқорлықтың тәуекелдері орын алуы мүмкін. Соған байланысты біз жұмыс тобы ретінде біз жұмыс істеуіміз керекпіз. Халқым, мынау балық шаруашылығын аяққа тұрғызатын, мысалы, осындай керемет сәт туындап отыр. Сондықтан да балық шаруашылығы мен ауыл шаруашылықтың бір бөлігі аяққа тұрады деген ойдамын. Кәсіпкерлер көбейеді, ауылдың жағдайы жақсарады. Сондықтан да біз халықтың көптен күткен маңызды заң жобасын қазір қабылдағалы тұрмыз. Сондықтан да әріптестерім қолдауды сұраймын. Рахмет. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ жазылған. Талқылау барысында осы заң жобаларын бірінші оқылымда мақұлдау жөнінде ұсыныс түсті. Осы қаулыларға жеке-жеке дауыс берейік. Бірінші кезекте аква өсіру туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі қаулыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 89 депутат, жақтағандар 88 депутат, қалыс қалған 1 депутат. Шешім қабылданды. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аква өсіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі қаулыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 89 депутат, жақтағандар 88 депутат, қалыс қалған 1 депутат. Шешім қабылданды. Келесі мәселе Еуропа қайта құру және даму банкін құру мәселе